қалған кісіні кінәлай беруге қандай хақың бар сен? Оны жамандап жатсың, өліп қалғандардың бәріне. Өздері жоқтардың көзі жоқты сөйтіп істеу керек пе? Істедің бе мойнымен істе, 4 адамды өлтіріп тастады. Барлығын айтуға мен міндеттімін, ештеңе жасыруға да өйтіп. Кім жасытты? Кім жасытты? Сені өлтір деп біреу айтты ма? Біз айттық па Сұлтанды өлтіріп таста деп біреуге? Айтшы. Я баласын өлтір алдырып таста деп айттық па? Жанданып кеткен бала оған болады деп мен солай айттым. Сіз білмейсіз толық ол отбасының несін. Неге білмеймін? Ағам, жеңгем, інім, олар тіпті жұрттың ала жырын аттамағына ешкімге қарсы сөйледі. Біз халық айтып отырған жоққа, елдің бәрі. Жалғызбек саған қарсы. Адамның көптігімен есептелмейді ол. Сен бардың да, сен сонда бардың да. Сен сол үйге барып бір таяқ жеп, я болмаса бір сенен қарсы. Өз ауыздарымен айтып тұр ғой, міне таяқ жеуге шақ қалды, тек баласы болғасын аяды қиыскен жоқ бізді. Ашуланған айтқан ғой, ашудың сен соққан ештеңе. Енді сонда ерсі болып болды. Әкесімен ағасы тұрып, күйеу баласына сіз басқаша көрсеткенсіз, яғни осы марқұмдардың сізге айтқан сөздерінің салдарынан сіздің ашуыңызға тиіп, сіздің отбасыңызға айтқан сөздер намысыңызға тиіп, өзінің жүрегіңізге сақтап, сол себептен қылмыс жасадым. Енді осы жерде нақтылайық. Сіз қылмыс жасау себебіңіз қандай? Кек алу ма? Егер де одан бір балдар болса, балдардың болашақ үшін 4 адамды өлтіру сіз қалай түсіндіресіз? Бұл кездейсоқ жай қылмыс емес, жылдар бойы жиналған ашу мен кектің қорытындысы. Яғни менің бұрынғы кек өшпенділігім барын жоққа шығармайын болды. Бірақ соны ұшып тұратын мен барынша шығарып жүрдім. Менде бірден соларға кектен, мысалы, ішімдегі енді сыртыма шарт дейтін болсам 2022 жылы жасар едім қылмысты. Бірақ мен барынша шығарып жүрдім. Бірақ ішімде сақтадым, ештеңе істеген жоқпын, қарсы да сөйлеген жоқпын. Айтқандарына қойдым, мүмкін олар дұрыс шығар деп. Бірақ енді адам ішіне жинап келген күш, бір күні оны қозғайтын күш болады екен бәрібір. Ең соңында сол Жангелдинге ең бірінші қылмыс Мұхаммед Наурызда өзі бастап шақырып, өзі сол неге бастап провокация жасап, сөйлеп, яғни қылғындырып, естігеннен кейін абайсызда болған, өз-өзіңді қорғау мақсатында болған қылмыс солай болды. Екінші Жангелдиндегі қылмыс, мен оғанда қылмыс жасайын деп барған жоқ. 3 жасар қызым болды, қарусыз бардым, әйелімді алып бардым. Мүмкін әйелімнің сот процестеріне жаңа қамқоршылық тағайындау жайында сөйлесейін деп бардым. Сол кезде де енді өшпенділігім бұрыннан болды. Сол кезде темірді қызған кезінде соғып, сондай бір қозғаушы күшін қозғап жіберді сол кезде. Мен ол кезде де айттым ғой, тергеуде показада. Олар қанша сөйлесе де, ең алғашқы өлтіремін деп оқталған күні өзінде де менің батылым жетпеді, қанша деген 2 адамды. Одан кейін барып тергеуде показада айттым. Тупы отырып тыңдадым әңгімелерін. Айтыңдар, қазір алып келем, балдарды да, қызың да осында қалады, мен кетейін жақсы дегенде де олар тоқтатқан жоқ, ар-намысыма тиюін, сөйлеуін. Соңына дейін олар адамды тапит етіп, до конца істеп тастауға тырысты. Сондықтан менің мүмкін жайдан-жай мен қарап кісіге қасақана жұмсауына да даже зиян келтірмес едім өйткені. Сондай бір ашу мен кекпен ішім толып тұрған еді істеп, до конца істеп тастады ғой. Онда сіздің араласып кетті, бұрынғы кекпен балаларымды сақтап қалу деген мақсат екеуі бірікті де ішінен жарылып кетті, болды. Өз-өзімді білмей алдым. Мен соған дейін білетін шығармын немді. Қылмыс жасап жатқанда, яғни есімді жауапты болдым үшін керек. Сіздің жауабыңызға сәйкес сонда түпкілікті кекпен өш алу деп түсіну дұрыс па? Жайдан-жай өш алу емес, соны тұтандырып тұр ғой. Мен жайдан-жай барып, туристпей-ақ барып өлтіре салған жоқ қой. Жеке куәлік. Ақпараттың ішінде мына жерде Мұхаммед Наурыздың жеке куәлігі тұр. Қарабалин Мақсұттың жеке куәлігі. Қарабалин Мейрамгүлдің және Учқалиев Нәсіптің жеке куәлігі. Асма Самилованың карточкасы. Мұхамғалиев Ақбайдың карточкасы. Және Азмұханова Гүлнұрдың карточкасы. Одан бөлек отырышында 15-ші тәртіпте тіркелген